Саламатсыздар ма? Сабақтың тақырыбы бүгінгі электрониканың негіздері. Жартылай өткізгіш құралдар диодтар. Ең жиі қолданылатын жартылай өткізгіштер кремний, германий, галлий, арсенийді, селен, теллур, әртүрлі оксидтер, сульфиттер, нитриттер және карбидтер. Жартылай өткізгішті диодтар. Диод токты бір бағытта өткізетін жартылай өткізгіштер. Диод шығыстарын анод А және катод К деп атайды. Диод жұмысының режимі оның вольт-амперлік мінездемесімен анықталады. Суретте көрсетіліп тұрғандай формула. Жартылай өткізгіш диодтардың құрылысы. Жартылай өткізгішті диодтың құрылысы 2P және N типті жартылай өткізгіштердің арасында P-N ауысу аймағы арқылы бөлінеді. Электроникада P-N ауысулар диод ретінде қолданылады. Жартылай өткізгіш диодты схемада төмендегідей белгілейді. Жартылай өткізгішті диодтың қарапайым түрі, диодтың сұлбадағы шартты белгісі. Диод. Егер де біз жоғарыда айтылған N типті және P типті екі жартылай өткізгіштерді бір-бірімен қоссақ, онда диод деген құралды аламыз. Диод деген сөз гректің дио, екі деген сөзінен алынған. Суретте көрсетілген 2 суретте қарауға болады. Бұл екеуін диодтың екі электроды деп атайды. Олар оң таңбалы анод пен теріс таңбалы катод. Диодтың ашық және жабық кездері болады. Ашық күйінде ол токты жақсы өткізеді де, жабық күйінде нашар өткізеді. Тіпті өткізбейді деп айтуға болады. Егер де батареяны оң полюсын диодтың анодымен, ал теріс полюсын катодымен қоссақ, онда диод арқылы ток жүреді. Бірінші сызбада көрсетіліп тұрғанымыз электр тізбегіне тура және кері бағытта қосылған диод. Диодтар түрлері. Суретте көрсетілгендей, түзеткіш диод белгіленуі барлығы салынған. Шотқа диоды, стабилитрон, стабистор, варикап, туннельдік диод, қарымта диод. Суретте мұқият қарап алуға болады. Жарық диодтар. Жарық диод бұл электр энергиясының жарық арқылы өте құрастыру электронды аспап. Жарық диодтың қосындысының шартты белгілеу және схемасы 2-10 суретте көрсетілген. Жарық диодтың қосындысының шартты белгілеу және схемасы.